Модуль бар теңсіздіктерді шешуді қарастырайық. Ол үшін бізге бірінші мынандай үш жағдайды білу керек. Бірінші жағдай бізде f at x, модуль f at x кіші адан десе. Онда біз жүйе шешеміз, яғни f at x кіші адан және f at x артық минус адан деген. Егер модуль f at x артық адан десе, онда біз f at x артық адан және f at x кіші минус адан деген жиынтық шешеміз. Ал егер бізде теңсіздіктің екі жағы да модуль болса, мысалы модуль f at x кіші болсын модуль g at x-тан. Ондай жағдайда артық болса да, кіші болса да бізге маңызды емес, маңыздысы екі жағы да модуль. Ондай жағдайда бізде теңсіздіктің екі жағын квадраттаймыз. Осындай үш жағдай. Енді бірінші есепті қарайық. Бірінші есепте бізде мына түрге келтіріп аламыз. Модуль f at x кіші адан деген түрге келтіріп аламыз. Себебі кіші нөлден деп тұр. Сонда бізде бірінші есеп. Модуль 2x плюс 3 кіші 6-дан деп шығады. Яғни f at x-ның орнында 2x плюс 3 тұр, a-ның орнында 6 тұр. Арғата мына тәсілді қолданып шешеміз. Сонда теңсіздіктер жүйесін аламыз. 2x плюс 3 кіші 6-дан және 2x плюс 3 артық минус 6-дан. Арғата сызықтық теңсіздік. 2x плюс 3 кіші 3-ті теңсіздіктің сол жағына шығарамыз. Сонда бізде 2x кіші 3-тен 2x артық минус 9-дан. Арғата x табамыз. x кіші 1,5-тен x артық минус 4,5-тен деген шығады. Сан өсін сызамыз. Екеуіне бір сан өсін сызуға да болады. Қателесіп кетеміз десек, екі сан өсімен қараймыз. 1,5 теңсіздік қатан. Содан кіші. Минус 4,5 содан үлкен. Екеуі де боялған аралық, міне минус 4,5-тен 1,5-ке дейін. Сонда жауап жазамыз. Минус 4,5-тен 1,5-ке дейін. Жүйе болғанда екеуінің қиылысуын аламыз. Яғни екеуі де боялған аралық. Енді екінші есеп. Екінші есепте уже квадрат теңсіздік беріліп тұрған. Бірақ бірінші жағдаймен шығарамыз. Себебі екеуі бірдей, міне кіші 1-ден деп тұр. Сонда f at x-ның орнында x квадрат плюс x минус 5 тұр. Сонда x квадрат плюс x минус 5 кіші 1-ден, сосын x квадрат плюс x минус 5 артық минус 1-ден. Арғата теңсіздіктер жүйесін шешеміз. 1 мен минус 1-ді теңсіздіктің сол жағына шығарамыз. Сонда x квадрат плюс x минус 6 кіші 0-ден, x квадрат плюс x минус 4 артық 0-ден. Әр теңсіздікті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Мысалы, бірінші теңсіздікті 0-ге теңестірген кезде біз Вет теоремасымен түбірлерін тауып алсақ та болады. Яғни бізде x квадрат плюс x минус 6 кіші 0-ден дегенде теңсіздіктің түбірлері қосындысы минус 1-ге, көбейтіндісі минус 6-ға тең сан, минус 3-те 2. Екіншісінде x квадрат плюс x минус 4 артық 0-ден дегенде бізде бүтін түбірлері жоқ, сондықтан дискриминантпен түбірлерін табамыз. 1 минус 4, 16, 17. Демек, x1, 2 бізде болады минус 1 плюс минус түбірасты 17 бөлінген 2. Немесе жеке-жеке жазатын болсақ, минус 1 минус түбірасты 17 бөлінген 2 кішісі, үлкені плюсімен де минус 1 плюс түбірасты 17 бөлінген 2 деген. Енді сан өсін сызамыз. 2 теңсіздік, 2 сан өсін сызамыз. Минус 3, 2 теңсіздік қатан. 0 ортада. 0-да келіп қоямыз. 0, 0, минус. Демек, минус. Плюс, плюс. Бізге керек 0-ден кіші аралық. Кез келген теріс сан 0-ден кіші. Екіншісінде минус 1 минус түбірасты 17 бөлінген 2.
түбірасты 17 деген бізде ол 4 бүтін. Сонда минус 1 минус 4 бүтін, минус 5 бүтін. Минус 5 бүтінді 2-ке бөлеміз, минус 2 бүтіннен келеді. Минус 1 минус түбірасты 17 бөлінген 2. Яғни минус 2 бүтін деген минус 3-тен үлкен. Енді келесінде. Так, бізде бұл 4 бүтін болды. Минус 1-ге 4 бүтінді қосамыз, 3 бүтін шығады. 3 бүтінді 2 бүтінге бөлеміз, 1 бүтіннен келеді. Сонда бізде 1 бүтін деген ол 2-ден кіші. Минус 1 плюс түбірасты 17 бөлінген 2. 0 ортада. 0-да келіп берілген теңсіздікке қоямыз. 0, 0, минус 4. Демек минус. Плюс. Бізге керек артық 0-ден. Демек плюс аралығын бояймыз. Енді бізге теңсіздіктер жүйесінің жауабын жазу үшін екеуі де боялған аралық керек. Сондықтан міне түбірлерді сызамыз. Сонда екеуі де боялып тұр мына жерде және мына бөлікте. Демек, мына аралығымыз бізде минус 3-тен басталып тұр, минус 1 бүтіннен аяқталып тұр. Келесі межеде минус 1 плюс түбірасты 17-ден басталып тұр, 2-ден аяқталып тұр. Демек, жауап жазамыз. Так, жауабымыз сонда бізде болады минус 3. Минус 3-тен минус 1 минус түбірасты 17 бөлінген 2-ге дейін бірігуі минус 1 плюс түбірасты 17 бөлінген 2-ден 2-ге дейін болды. Сонда екінші теңсіздігіміздің жауабы осылай болады. Енді үшіншісінде. Үшінші теңсіздік бізде екі жағы да модуль. Екі жағы да модуль болған кезде айттық, біздер теңсіздіктен екі жағын квадраттаймыз дедік. Яғни бірінші теңсіздігімізді жазып алайық. Так, модуль x минус түбірасты 2. Так, үшінші есеп. Модуль x минус түбірасты 2. Сосын артық немесе тең x плюс 3 түбірасты 2. Артық немесе тең x плюс 3 түбірасты 2. Теңсіздіктің екі жағы да модуль демек квадраттаймыз. X минус түбірасты 2-нің квадраты минус, оң жағын сол жаққа келеміз. X плюс 3 түбірасты 2-нің квадраты. Артық немесе тең 0. Арғата бізде a минус v-нің квадратын тауып, a плюс v-нің квадратын ашып, одан ықшамдағаннан бізге a квадрат минус v квадратқа жүктеген тиімді. Яғни біз білеміз, a квадрат минус v квадрат дегеніміз, ол бізде a минус v, a плюс v. Демек бізде a-ның орнында x минус түбірасты 2 тұр, b-ның орнында x плюс 3 түбірасты 2 тұр. Демек, мені жүктейміз. Сонда бізде шығады. Бірінші таңбадан шатаспау үшін бірінші формула бойынша жазып алайық. X минус түбірасты 2-ден азайтамыз. X плюс 3 түбірасты 2. Жақша жабылады. Келесі жақша. X минус түбірасты 2-ге қосамыз. X плюс 3 түбірасты 2. Артық неместен 0-ден. Арғата жақшаларды ашып ықшамдаймыз. Сонда x минус түбірасты 2 азайтамын, x азайтам 3 түбірасты 2. Келесінде x минус түбірасты 2 қосамын, x плюс 3 түбірасты 2. Артық немесе тең 0-ге. X-тен x алғанда 0 болды. Демек, минус түбірасты 2, минус 3 түбірасты 2, минус 4 түбірасты 2. Яғни бірінші жақшамызда бізде сан қалды. Екіншісінде x-қа x қосамыз 2x. Минус түбірасты 2 плюс 3 түбірасты 2 плюс 2 түбірасты 2. Артық неместен 0. Минус 4 түбірасты 2 оғандықтан теңсіздіктің екі жағында минус 4 түбірасты 2-ге бөліп тастаймыз. Бөлеміз минус 4 түбірасты 2-ге. Санды теңсіздікті теріс санға бөлгенде теңсіздік таңбасы қарама қарсы таңбаға өзгереді. Сонда бізде 2x плюс 2 түбірасты 2 кіші немесе тең 0 деген шығады. Арғата сызықтық теңсіздікті шешеміз. 2x кіші немесе тең минус 2 түбірасты 2-ге, осыдан x кіші немесе тең минус түбірасты 2-ге. Сонда x кіші деп тұр өже минус шексіздіктен басталады деген сөз. Демек, жауап жазамыз минус шексіздіктен минус түбірасты 2-ге дейін минус түбірасты 2-ні қоса алғанда. Сонда біз қазір 3 мысал қарастырдық.
3 мысал бізде 2 жағдайға қарастырдық. Бірінші жағдайға қарастырдық және үшінші жағдайға қарастырдық. Енді екінші жағдай жиынтық. Мысал оған бірінші мысалды ала қойық, артық 0-ден дейік. 2х плюс 3. Так. Мысал мынандай жаңа. Бірінші мысалдың жиынтық түрін қарастырайын деп жатырмыз. Модуль 2х плюс 3 артық 6-дан болсын. Яғни f от x артық адан деген. Ол кезде біз айттық жиынтық шығарамыз дедік. 2х плюс 3 артық 6-дан, 2х плюс 3 кіші минус 6-дан. Арғата 2х плюс 2х артық 3-тен 2х кіші минус 9-дан да. Арғата x артық 1,5-тен және x кіші минус 4,5-тен. Сан өсін сызамыз. 2 теңсіздік, 2 сан өсін сызайық. 1,5-тен артық, демек 10 жағы боялады. Минус 4,5-тен кіші, демек сол жағы боялады. Енді біздер шығарып жатырмыз жиынтық. Жиынтық болған кезде жиынтық шешіміне бірігуі алынады. Яғни жауапты жазамыз. Так, мына бізде 4,5-та. Яғни бізде жауап болады минус шексіздіктен минус 4,5-ке дейін, бірігуі 1,5-тен плюс шексіздікке дейін. Сонда екеуін салыстырып қараңыздар. Мысалы, А жағдайында, міне бірінші жағдайда бізде f от x кіші адам болды. Ол кезде біз жиынтық шештік. Жүйе шештік. Жүйе болғанда айттық шешімге екеуінің қиылысқан жері. Яғни екеуі де боялған аралық енеді дедік. Ал жиынтық болған кезде бізде аралықтың екеуі де екі теңсіздікте боялу міндетті емес. Яғни міне сан өсінде екі аралықта боялу міндетті емес. Бір аралық боялса болды, жауапқа аламыз. Яғни бірігуі. Жүйе болған кезде қиылысуы, жиынтық болған кезде бірігуі. Осыдан шатаспауымыз керек. Так, бүгінгі сабағымыз аяқталды.